айналадағыңыздағы адамдар, жақын адамдарыңыз көбіне сізді не үшін жек көре бастайды, не үшін сізден алыстай бастайды, соны білгіңіз келе ма? Білгіңіз келсе осы видеоның соңына дейін көріңіз. Көп кезде, көп жағдайда, осы өмірде адам сізден не үшін алыстай бастайды, не үшін араны суытып бастайды сізбен, да? Сіз жетістікке жете бастаған кезде, сіз өсе бастаған кезде, сіз өзгере бастаған кезде айналаңда адам азая бастайды, байқасаңыз. Неге десеңіз, сіз олар жасай алмағанды сіз жасадыңыз, олар істей алмағанды сіз істедіңіз. Сол үшін кейде даже жек көріп кетеді сізді. Жек көріп кетеді, арадағы қарым-қатынасты үзе бастайды, алыстай бастайды да. Сол кезде өзіңіз біле бастайсыз, сіздің қасыңызға кім лайықты екенін, сіз кіммен араласу керек екенін, сіздің ортаңыз шын мәнінде кімдер екенін сіз сол кезде өзіңіз аңғара бастайсыз да. Өсу арқылы біле бастайсыз. Өйткені неге десеңіз, олардың жасай алмағанын сіз жасай бастадыңыз, олардың қол жеткізбеген нәрсесін сіз қол жеткізе бастадыңыз. Мысалға, аспанда ешкімге еш нәрсе өзінен өзі салбырап түспейді. Бір нәрсеге өмірде жетістікке жету үшін адам еңбек етеді. Мысалға, сіз ерте тұрып бастадыңыз, 5-те 6-та тұрып бастадыңыз делік, или бір бизнесті бастап кеттіңіз. Не болмаса сіз арықтаймын деп, сол шынымен сол алдыңызға қойған мақсатқа тұрып, дұрыс тамақтанып, дұрыс режиммен ұйықтап, дұрыс тұрып, ұйқыдан, солай жасап жатсыз, шынымен салмақ тастап жатсыз да. Не болмаса сіз оқып жатсыз, курс алып оқып, өзіңіз дамытып жатсыз, ақшаны жақсы тауып жатсыз, көп тауып жатсыз. Не болмаса блог жүргізіп жатсыз. Блог жүргізу екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе. Негізінде көп адамның алдына шығып сөйлеп отыруда, ашылуда, өзің қалай барсың солай өзіңді көрсетуде, ол да екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе да. Сол үшін сіз мықты болған сайын, сіз өскен сайын, сіз дамыған сайын сіздің қасыңызда адамдар алыстай бастайды. Өйткені олардың жасай алмаған нәрсесін сіз жасап жатсыз, үлкен жетістіктерге жетіп жатсыз. Олар оны көргісі келмейді да, мойындағысы келмейді сізді. Сізді признавать еткісі келмейді, мойындағысы келмейді да. Мойындайтын адамдар бар, арасында қалады, ол да санаулы. Ол да көбінесе шын көңілмен сені мақтан тұтып айта алмайды. Өкінішке орай солай. Сіздің қасыңыздан адамдар алысып жатса, сіз біліңіз, сіз дұрыс жолдасыз, дамып жатсыз, өсіп жатсыз. Алатын белесіңіз үлкен болып жатыр, үлкен белестерге жетіп жатырсыз. Соны біліңіз. Және өзіңіздің алған бетіңізден таймаңыз. Жұрттың сөзіне, ойына құлақ аспағаныңыз жөн деп ойлаймын. Алдыңызға қойған мақсатыңыз айқын, сол мақсатыңызға қарай жүре беріңіз. Сау болыңыздар, осылай жасаңыздар.